Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы әулет жүгін арқалаған қыз. Дулат Исабековтің әпке драмасы бойынша. Сабақтағы мақсатымыз көркем шығармадан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану. Келесі кезекте әпке шығармасына байланысты Попс формуласын толтырайық. Менің ойымша шығармада көтерілген мәселе, себебі, дәлелдеймін, қорытындысында осындай шешімге келдім. Попс формуласы мына жобада толтырылуы керек. Менің ойымша шығармада көтерілген мәселе жас қыздың мойнына түскен ата-аналық жауапкершілік. Әрине, шығармада көтерілген мәселе бірталай. Соның ішіндегі бір ғана мәселе төңірегінде сөйлейтін болсақ, жас қыздың мойнына түскен ата-аналық жауапкершілік шығармада көтерілген басты мәселелердің бірі болып табылады. Себебі 4 бауыры ата-анасыз қалды. Дәлелдеймін, Қамажай өз бауырлары үшін өз бақытынан бас тартты. Қорытындысында осындай шешімге келдім. Қамажай бауырларының анасына айналады. Бұл Попс формуласы бойынша шығармада көтерілген мәселелерді талдау жұмысы. Попс формуласы бойынша біз сабақты қайталадық. Енді жаңа сабағымызды бастайық. Жаңа сабақ Қамажайдың сөз арқылы берілген. Үзіндіге көзқарасымыз қандай? Мен сені түсінемін, бірақ амалым не? Үйдегі 4-еуі 4 азамат болмай, өз басымның қамын ойлауға хақым жоқ. Өз жөнін тауып әке кетті, талқаны таусылып, шеше байқұс арманда ол кетті. Тағдырдың соққысынан есеңгіреген, естерін жинап, көкіректеріне қайғы ұмыт бола бастағанда, не болсаң о бол деп, өз жөніме мен кетсем, олардың күні не болмақ? Жоқ, Қабен, кешір мені, бақытыңа кедергі болғым келмейді, сенің жолың басқа. Бұл үзінді Қамажайдың Қабенге айтқан сөзі болатын. Үзіндіге сенің көзқарасың қандай болмақ? Осыны талқылап көрсек. Бұл Қамажайдың Қабенге айтқан сөзі, ол өте бауырмал адам. Қамажай ерлік жасады, бейбіт күннің батыры. Қамажайдай болу екінің бірінің қолынан келе бермейді. Әпкесі мейірімділіктің, мейірбандықтың символына айналған адам. Әрине, осы төңіректе жауаптар талқылануы керек. Келесі кезекте оқу мақсатына сәйкес шығармадан үзінді тамашалайық. Айтпақшы осы сен аяғым ауыр деушең. Қазір іштеме айтпай кеттің. Қалай, жүрегіңнің айнығаны қойды ма? Қойды ғой. Онысы несі екен? Соған қарағанда мінезі Теміржанға ұқсап қиқар болады. Аяқ киімнің жемірі болатын шығар. Мен оған бүгін лақталған туфли сатып алдым. Жұмыстан келгенде қуанып қалатын болды. Міне, көресің бе? Жақсы екен. Бірақ ол енді ешкімге де тартпайды. Ол қалай? Мен оны алдырып тастағанмын. Не дейді? Не дейді? Мамуля, сізге не болды? Дәрігер шақыртайын ба? Жоқ. Керегі жоқ. Құлнымау, мұның қалай құлнымау. Мамуля, сіз не соған бола ма? Бізге қазір баланың керегі не? Не дедің? Жоқ, енді бізге қазір баланың керегіне. Мен пәтер алайық, жұмысқа орналасайын. Енді керегіне баланың. Не дедің? Қалай дедің?
Құдайым ай Шығармадан алған үзіндіні тамашалап болсақ, келесі кезекте тапсырманың реті бұлай болмақ. TEDx формасы. TEDx тәжірибесімен бөлісу мақсатында адамдарды жинап, дүние жүзінің әр түкпірінде қауымдастықтардың ұйымдастырып өткізетін жергілікті іс-шаралар бағдарламасы. TEDx жиындарында TED конференцияларының видеолары спикерлердің қатысып сөйлеген сөздермен ұштасып жатады. Сонымен бірге жан-жақты талқылаулар мен байланыстарға мүмкіндік ашады. TEDx сөзіндегі X тәуелсіз ұйымдастырылған TED шара дегенді білдіреді. Біздің келесі тапсырмамыз берілген тірек сөздерден TEDx. Бұл сөздер көрсетілген видеодағы үзіндіге байланысты алынды. Сезінбеу, селт етпеу, шімірікпейді, жастар, қоғам дерті, жаны түршікті, ар ұяты, адамгершілік, тастанды бала, жетімдер үйі, пайда болу, қатыгездік, мейірімді жүзі, өзгеріп кетті, қол жұмсау, жүрегі мұздады, орысша сөйлеу, еліктеу. Осы сөздерді жеке-жеке бөліп қарастыратын болсақ, жастар, қоғам дерті, тастанды бала, жетімдер үйі, орысша сөйлеу, еліктеу сөздері сол қоғамдағы жастарға байланысты айтуға болады. Сезінбеу, селт етпеу, шімірікпейді, қатыгездік деген сөздерді Камила мен Тимурға байланысты үзіндідегі іс-әрекетіне байланысты айта аламыз. Мейірімді жүзі өзгеріп кетті, қол жұмсау, жүрегі мұздады деген сөздерді Қамажайдың Камиланың бойындағы баланы алдырып тастағанына байланысты жаны түршіккенін жеткізе, осы сөздер жеткізеді. Көркем шығармадан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану деген оқу мақсаты осы үзіндіге байланысты берілген тірек сөздерден дәлелденіп отыр. Келесі кезекте сабағымызды, яғни бүгінгі тақырыпты бекітетін болсақ, тапсырмамыз мынадай болмақ. Әулет жүгін арқалаған қыз тақырыбы мен елбасының жастар жылы деп атауда қандай ұқсастық бар? Есімізде болса, 2018 жылы 5 қазанда елбасы жолдауы жарияланған болатын. Яғни 2019 жылды жастар жылы деп жариялаған. Осы жастар жылы жариялануы менен бүгінгі әулет жүгін арқалаған қыз тақырыбының қандай байланысы бар? Жолдаудан үзінді оқысақ. Жастар мен отбасы институтын кешенді қолдау мемлекеттік саясатының басымдылығына айналуы тиіс. Жастардың барлық санатын қолдауға арналған шараларды толық қамтитын әлеуметтік сатының ауқымды платформасын қалыптастыру керек. Келесі жылды жастар жылы деп жариялауды ұсынамын, деді президент осыдан 2 жыл бұрын. Ендеше біздің тақырыбымыз бен жастар жылының қандай байланысы бар? Байланыс әрине мына жобада болмақ. Елбасымыз жастарға үлкен сенім артты. Егер мемлекет тарапынан қолдау көрсетілсе, жастардың алмайтын қамалы болмайды. Ендеше бүгінгі тақырыптың байланысы сол, әулет жүгін арқалаған жас қыздың бауырлары үшін өз өмірін тәрк етіп, өршелене алға ұмтылғанын байқауға болады. Қамажайға қолдау болған оның бойындағы бауырмалдық, мейірімділік қасиеті. Бүгінгі сабағымыз өз мақсатына жетті деп сенемін. Сау болыңыздар.